Қайырлы күн барша көрермендер, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге жасалуы өте оңай әрі жеңіл көктемдік салат жасайтын боламыз. Ұнаса лайк басып, пікір қалдырып отыруды ұмытпаңыздар. Алдымен барлық көкөністерімізді жуып тазалап аламыз. Қиярды ортасынан бөліп, жұқалап тураймыз. Ыдысымызға саламыз, дәл солай редискамызды да жұқалап жалпақ етіп тураймыз. Ірілеулерін ортасынан бөліп, алып кішілерін сол күйінше пластинка алып турай беріңіздер. Қызанақтарымызды тураймыз. Барлығын бір көлемде жалпақ етіп турап шығасыздар. Келесі көк пиязымызды да майдалап турап үстіне саламыз. Салат жапырақтарында орташа көлемде қолымызбен үзіп салатын боламыз. Дәміне қарай тұзымызды қосамыз. Зәйтүн майын қосамыз. Және 9% уксустан аздап қосамыз. Осымен салатымыз дайын, жақсылап араластырып, тарелкаға салып ұсына берсеңіздер болады. Өте оңай әрі жылдам жасалады, міндетті түрде жасап көріңіздер. Ұнаса менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Алдыда әлі де неше түрлі тағамдардың рецептерін салатын боламын. Сіздермен бірге болған меруерт ас болсын.